Адал достық деген не? Ол үнемі күнде таңнан кешке дейін қасында салпақтап жүретін досың емес. Мыңғырық рет WhatsApp-пен сообщение жазатын досың емес. Ол керек кезде қасыңда табылатын, іздегенде табылатын қасыңнан, иә. Мақтайтын кезде мақтайтын, ұрсатын кезде ұрсатын, құтқаратын, жол сілтеп жіберетін, көмектесіп жіберетін. Сондай адамға ғана сенесің, сондай адамға ғана барып сын алғаныңды, бір жолың болмаған айтасың, сонда бір керемет сақтылар бар. Құтқарушының құтқарушысы, міне спойлер. Жақсы сондай момент бар ма ішінде? Құтқарушының құтқарушысы. Өте, шынымен де, өте киноның тілімен айтқанда трушный момент дейді ғой. Достықтың ешқандай сұрақсыз, ешқандай көп әңгімесіз, тек сол әннің арқасында, достықтың арқасында күрделі шешімдерді табу. Менің өзім достарым әрине көп, біз шығармашылық адамыз, достарымыз көп, бірақ бүйтіп електен өткізіп алақаныңа бүйтіп салғанда бір-екі түйір досың болады. Мәңгі сол менің де сондай бір-екі түйір досым бар. Жүрек үндес. Иә, жүрегіміз үндес, бір бағытта қарап отырамыз, бір-бірімізді сөз түсінеміз. Менің бір сол осы достарымның бір айтушы еді маған: сенің айналаң саған сенетін адамға ғана толы болу керек деп. Сол қағиданы, сол ойды толығымен қабылдаған кезде артық нәрсенің барлығы електен түсіп, кетіп, ең деген маңыздысы ғана қалады да. Сол саған сенеді, сен оған еш күмәнсіз сенесің және түсінесің. Қателігін де түсінесің, ұтысын да түсінесің, керек кезде айтасың.